Ассалаумағалейкум. Мынандай кронштейн істеп қойдым. Кронштейн, мынаусын көрсетейін. Батарей, ана батарей. Мына жаққа тіреледі да. Стена пена блок. Стена пена блокысына бірінші айжен кронштейн істегенге штиль қағып, кронштейнді размерін алып алдым да. Содан штильді алып тастадым. Пена блок болғаннан кейін. Содан кейін мынандай кронштейн жасадым. Содан батарея нелгенін келеді. Нелгенін келеді батарея ше. Ол ертең жаңа батарея шешетін болса, стяжка құйылады. Стяжка қойғаннан кейін бәрі стяжканың асты қалып кетеді. Сондықтан батарея шықпай қалады да. Содан кейін мынандай істеп қойдым мынандай. Болтты шешеміз. Шешеміз да. Олай қойды. Кронштейн. Қойды батарейді шығарып аласың. Батарейді шығарып алғаннан кейін, мысалы жөндеп, или батарея ауысатын болса, енді болады. Батарея тесіледі, артына слайды деген сияқты. Алады, қайттан қояды. Қайттан қоямыз да. Резьба аз ашықты болады, бірақ енді қозғалмайды ғой. Резьба қойсын. Болды. Батарейді қоя саласың. Мынау да солай ашады. Егер осындай.